Нүсіпхан бүгін ерте тұрды. Күндегі әдетінше малын жайғап атқа қонды. Желтоқсан айы болса да бүгін күн шуақты екен. Көктал совхозының түйесін баққанына да бір шама уақыт болыпты. Түйені түгендеп келмек болып шыққан беті болатын. Түйе қыс кезінде іле бойын жағалап, құмның арасына еркін жайлады. Арасында барып түгендеп жүреді. Қапа-қасқа 2-3 күн үйде тұрып қалғанын ба, әйтеуір бүгін тым белсенді келеді. Ол совхоздың түйе бағуға берген мініске жарамды белді аты. Пысқырынып, басын шұлғып тастап, өршеленіп жүріп келеді. Нүсіпхан ірі денелі, салмақты адам. Жөпшенді ашулана бермейді. Ешкімнен ұрсып, кектесіп жатпайды. Осы ақ жазық ауылының тумасы. Жүйрік ат мініп, аң аулағанды жақсы көреді. Жас кезімде әскерде жүргенде күшті едім, деп жолдастары арасында мақтан қоятыны бар. Дәу тасты солдаттармен бестесіп, межелі жерге апарып тастағанмын. Спорт залға кіріп, күрес үйретіп, жатқан тренермен күресіп жеңгемін деп те сөйлейтін. Достарының біреуі сенсе де кейбір күдікпен қарайтын. Ірі денесіне қарап көбі сенетін. Әскерде бірге болған құрдасы Сағатбек бұл сөздерін растап жататын. Әңгіменің майын тамызып айтқанын ба достары ойып тыңдайтын. Аң ат туралы әңгіме басталса болды, ешкімге есе бермей сөйлейтіні бар. Ақ жазықтан шығып, күн батысқа қарай тас жолды жағалап келе жатқанына жарты сағаттай уақыт болды. Жолдың екі шеті тізіліп өскен биік қарағаш. Ауылдан алыстаған сайын ағаштардың қатары сиреп барады. Жоғарғы жағындағы тау анық көрініп, еріксіз алысқа көз тастады. Бала күннен өскен жері болғандықтан ба, жоқ әлде тауда жақсы көргеннен бе, Нүсіпханның тауды көрсе тынысы кеңейіп, көңілі жадырап сала береді. Сол мезетте мылтығын үйге тастап кеткен есіне түсті. Мылтығын атының қасына қойып, плашқа орамақ болғанда, плащ ер тоқымда бөктерілі тұр екен. Бөктергеден шешіп плашқа ораймын деп тұрып ұмытып кетіпті. Бүгінгі негізгі шаруасы түйені түгендеп, құрған қақпанын көре келу болатын. Қайта ауылға барса бір талай жер. Жарты жолдан қайтқанды көңілі де қаламады. Қақпанға ештеме түсе қоймаған шығар деген оймен алға жүріп келді. Қақпан салып, аң аулау атасы кәдірден дарыған. Өз әкесі мен әкесінің інісі аңшылыққа қызықпайтын адамдар. Атасы қақпан салып, аң аулағанды кәсіп еткен адам болған. Бала күннен атасының қасында жүріп, қақпан салғанды үйренген еді. Содан бастап қақпан салып, аңшылықпен айналысып келеді. Тас жолдың төменгі жағында жиде жыңғыл қамыс араласып өседі. Ауылдан алыстаған сайын біртіндеп сексеуіл басталады. Төмендеп, іле өзенінің жақындағанына сайын сексеуіл биіктеп, атты адам көрінбей қалады. Бұл кезде көп кездесетін аң, қоян, ана жерден бір, мына жерден бір жылт етіп көзден ғайып болады. Жалғыз жарым жүргенде, көңілі жайлы болғанда, Нүсіпхан ән айтқанды жақсы көретін. Бүгін әдетінше өзінің үйреншікті әнін салады. Жас күніңдей назың қайда, неге жаным мұңайдың, мен сүйетін әнің қайда, жадыратшы шырайлым. Жаралғандай сағыныш қой, қайда сенің жақсы әнің, жүрегімді алып ұшқан, даусыңды аңсадым. Жалғыз болғандықтан ба, даусы қатты шығып кеткенін өзі де байқамай қалады. Бұл әнді сонау жылдары әскерге кетіп бара жатқанда, пойыздың ішінде бір жігіттен үйрендім деп айтып жүреді. Төменде келе су түсетін жерлерді шолып өтті. Өйткені түйе малы мұздай өлерде қорқады. Екі жағында су болып мұз қатып қалса болғаны, өздігінен ол жерден шықпайды. Мұзға қамалып қалады ма деген ой сейленгенде болды. Басқа көп қорқынышы жоқ. Іле өзеннің жағалауындағы құмдар алыстан мен мұндалап қол бұлғағандай көрінеді. Енді түйелерді түгендеп қайтпақ. Иесінің әндетіп келе жатқанын еркінсіп, жүрісі бәсеңдеп қалған, қапа-қасқаны қамшымен бауырлатып тартып қалды. Қамшы жанына қатты батпаса да,
еркінсіген бойы тез жиып, алға ұмтылып, бастапқы жүрісінен сала жөнелді. Көп ұзамай алда сексеуілдің арасынан жайылып жатқан түйелер көрінді. Бұл ақ тұмсық бура болатын. Ақ тұмсық бураның үйірі көп және үйірін айдатпайтын әдеті бар. Әдетінше жақындап келе жатқан атты адамның алдына жүгіріп шықты. Малдың мінезі иесіне аян. Нүсіпхан дауыстап, «Ей, хей!» деп айқай салып еді, өзінің иесін дауысынан таныған бура тоқтай қалып, басын өркешіне ұрып, талтайып тұра қалды. Бұл ақ тұмсық бураның әдеті. Айналып түгендей бастаған иесінің алдына жүгіріп шыға, сексеуілге аунап, үйрене жақындатар емес. Аузынан ақ көбігі шашырап жерге тамып тұр. Үйренген адам болмаса қарап тұру мүмкін емес. Бұл Нүсіпханға үйреншікті әдет болатын. Түгелдеп болғаннан соң әрі қарай жүріп кетті. Мылтығын ұмытқанын біреу айтып қойғандай, қара құйрық алдынан көлденеңдеп шыға берді. Қашып барып, анандай жерге тұра қалды. Нүсіпхан еріксіз күлді. Мылтығы барда бұлай кезікпейтін, Алланың жаратқанын қарашы деп басын шайқады. Түйелерді түгендеп болғанда түс ауып кеткен болатын. Қас қарайып кетпей қақпанды көріп үлгеру керек. Атына қамшы басты. Өйткені аптада 5 қақпан құрып кеткен еді. Қақпанды өте ептілікпен құрмаса, аңның түсуі екі талай. Ептілік жағынан атасынан үйренгені жетерлік. Құрып қойған қақпанға жақын барып көруге болмайды. Өйткені аң сезіктенсе айналып өтіп кетуі мүмкін. Көздеген жерге жеткенде күнде батуға жақындап қалды. Алыстан құрып қойған қақпандарын көріп келді. Соңғы қақпаны қалың сексеуілдің ішіндегі аңның шуайтын жолына құрылған болатын. Алыстан көру мүмкін емес болғандықтан, жақындап барып қараса, қақпанға қасқыр түсіп, сүйреп кеткен екен. Ізін шолып қарап еді, ізі жалғыз. Жалғыз жүргеніне қарағанда бұқпа қасқыр-ау деп топшылады. Бұқпа қасқыр өте айлакер жалғыз жортады. Жыра-жырамен аңдып келіп, жемтігін ұстап алып жеп кетіп қалады. Басқа қасқырлар секілді кезіккенін жарып кете бермейді. Дереу ізіне түсті. Қас қараймай тауып алу керек деп шешті. Тапқан жағдайда қалай ұрып алу керегін тіпті ойлағанда жоқ. Тек бар ойы жаралы қасқыр қауіпті екен білет. Қақпанға байланған сүйретпені сүйретіп бірталай жерге кетіп қалған екен. Із сексеуілдің шалаң-шалаң жерлерін қуалай келіп ардамен төмен қарай кетіпті. Бір шақырымдай құлдилап барып, күн батысқа қарай ардыдан шығып кеткен екен. Енді қаншалық тозап кеткен екен деген ой мазалай бастады. 100 метрдей жүргенде сауысқан шықылықтап кетті. Не де болса жақын арада екен Нүсіпхан бірден білді. Атының тізгінін тартып ұстап тақымын қысты. Бұл аты үркіп кетіп, жығылып қалмайын деген болатын. Иттің есі болса қасқырдың тәңірісі бар деп атам қазақ тегін айтпаса керек. Қасқырдың есін сезіп, қапа-қасқа құлаған, қайшылап осқырынып басын шұлғып елең-елең етеді. Есінің қамшысын дайын тұрғанын бұл да байқаған болатын. Сексеуілдің арасынан шыға келмесін деген оймен басын алдыға еңкетіп, аса сақтықпен әр сексеуілдің түбін мұқият қарап, Нүсіпхан келеді. Кенет дәл алдынан құрған сексеуілдің түбінен басын жерге төсеп қойып, ұмтылуға дайын жатқан қасқырды көрді. Екі көзі қып-қызыл болып, қанталап кеткен. Жыртқыштың аты жыртқыш емес пе? Түсі суық. Нүсіпханның үстінен мұздай су құйып жібергендей болды. Атының тізгінін тартып тоқтай қалды. Тез есін жиып айналып кетті. Байқап үлгергені қасқыр оралған сексеуіл шіріп кеткен сексеуіл екен. Қасқыр қатты ұмтылса жолынып кетуі мүмкін. Ондай жағдайда өте қауіпті. Ашуланып жатқан қасқырдың тісі бір ілінсе болды. Шаруаны бітіретіні сөзсіз.
Атын алыстау жерге апарып мықтап байлады. Ойлануға уақыт аз. Қараңғы түсіп кетсе, ұрып алмақ түгілі көрудің өзі мұң болары анық. Оны қасқырдың ізімен келе жатқанда ойлап қалған. Ауылға барып мылтығын алып келсе, жер шалғай. Тағы бір күн кетеді. Оның үстіне досына соғым сойсам деп сөз беріп қойған. Оған не айтпақ? Не де болса, ұрып алу керек деп шешіп, ұруға қолайлы жуандау сексеуіл сындырып алды. Күн ұясына батып, айнала ымырттанып барады. Қасқырдың бағана өзі барған жағынан барып ұрмаса, басқа жағында қалың сексеуіл болғандықтан сойылған кедергі болып, діттеген жеріне тигізе алмай қалуы мүмкін. Оны бағана барғанда байқаған болатын. Қалың киімдерін шешіп, сойылын алып, қасқыр жатқан жаққа бара жатып, ойлағаны оралып жатқан шірігін сексеуіл жолынып кетпесе деген ой болды. Қасқырдың ұмтылары анық. Қасқыр ұмтылғанда қақпан түскен аяғынан тартып, сексеуіл бір тоқтаса болғаны. Ұрып үлгермек. Екі ұмтылса, сексеуілдің жұлынары анық. Оны да білет. Шоқпарды жоғары көтеріп, ұруға дайындалып жатқанда, жақындаған сайын адам ет жүрек демес пе? Бойында қорқыныш бар. Оралғаны шірімеген сексеуіл болғанда ой, жетіп барар қақпастан қойып қалар еді. Амал жоқ. Қалың сексеуілдің арасы болғандықтан қасқыр жақсы байқай алмайды. Оның үстінде қараңғы түсіп келеді. 7-8 метр қалғанда қасқыр бірақ көрінді. Өзіне қауіп төніп келе жатқан ол да біліп тұр. Бәлем, жақындашы, көрсетермін дегендей, тайсалмай ызалы көзбен қарап жатыр. Басын жерден көтерген жоқ. Тек ұмтылуға ыңғайланып жатып алған. Өзіне қарсы келе жатқан адамның әрбір қимылын бағып жатыр. Бағанағыдай емес. Қасқырды көргенде бар қорқынышынан сейіліп, нүсіпқанда қайраттанып алды. Тек бұл өміріндегі көрген ең үлкен қасқыр тәрізді көрінді. Жалын тікірейтіп, азу тісін ырситып қозғалар емес. Жақындағанда бұл да күтіп жатқандай. Сойыл сілтер жерге жеткізбей қасқыр тұра ұмтылды. Оның да әрбір қимылын бағып келе жатқан Нүсіпхан мүлт кетем деп ойлаған емес. Сол мезетте қасқырдың қатты екпіннен оралған сексеуіл жұлынып кетті. Тез арада артқа 2-3 қадам басып, тісін ырситып өзіне ұмтыла келе жатқан қасқырдың қақпасынан сойылмен салып қалды. Сойыл дөп тиді. Соққының қатты болғаннан қасқыр жерге сылқ етіп құлады. Басын көтеріп қайта ұмтылып дегенше соққы қайта тиді. Бұл жолғы соққы жойқын болды. Тісін ырситқан күйде жерде жата берді. Тек 4 аяғын созып, тырстырып алған. Қапы кеттім-ау деген сыңай жанарынан байқалғандай болды. Ешқандай үн шығарарын емес. Таяқтың ауырлығынан амалсыз көзін жұмдық. Қолындағы сойылы сынып кетпегенде Нүсіпханның тоқтар түрі жоқ. Сұлқ түсіп жатқан қасқырды әрі-бері аудырап көрді. Өлген секілді. Қара терге түсіп кеткен енді байқады. Оң жақ саны дір-дір етеді. Артқы 2-3 қадам шегінбегенде қасқыр осы санға ауыз салары сөзсіз болатын. Құдай анық сақтады деді ішінен. Жан қалтасынан темекісін тұтандырып алды. Әй өзім әй деп күліп қойды. Бұл оның құрдастары мен қарта ойнағандай, жеңгенде айтатын сөзі болатын. Құрдастары оған ой мақтаншақ деп күліп жататын. Нүсіпхан тумасынан салмақты, асықпайтын адам. Темекісін шегіп болып асықпай атын алып келді. Бұл уақытта қараңғы түсіп кеткен болатын. Тек аспандағы жұлдыздар жаңа-жаңа көрініп келе жатты. Қапақасқа осқырынып қасқырға жақындар емес. Атын қайта байлап қасқырды бағанағы арданың бойына сүйреп алып келіп плашқа орады. Бұл ойы жардың қағбағынан атына бөктеріп алмақшы. Аттың бойына шамалас жерге оралған қасқырды қойып, атын мініп, сауырынан қамшымен тартып қалды.
Иесінің ашулы екен білген Қапа қасқа қанша қорқса да иесінің ырқынына көнді. Қасқырды бөктеріп алып, көңілі жайланған Нүсіпхан атының басын ауылға бұрды. Бұл кезде жұлдыздар толық шығып, аспан ерекше әдемленіп тұрған болатын. Бір қолымен бөктердегі қасқыр ауып кетті ме деп ұстап қойып Нүсіпхан келеді. Аттың жүрісімен бетіне соққан желтоқсан айының ызғары бетін қарып шыдатар емес. Ауыл әлі алыс. Тез жүрейін десе қасқыр ауып кетеді ме деген қорқынышы бар. Үйіне тезірек жеткісі келеді. Өйткені ұлы ұйықтап қалмай қасқырды көрсетсем деген ойы тағы бар. Болашақта өзі тәрізді аңшы болса деген арманы да жоқ емес. Қандай азамат болар екен деген оймен келе жатқанда кенет Қапа қасқа осқырынып үріккендей сыңай танытты. Не болды екен деп жан-жағына қарады. Ештеңе байқалар емес. Ай сүттей жарық. Кенет ойына қасқыр түсті. Бөктергісіне жалт қарады. Өзінің өлді деген қасқыры есін жиып, басын екі жағына шайқап келеді. Аттан секіріп түсіп, жерді сипап, тас іздей бастады. Екі көзі қасқырда. Бар ойы ат үркіп, сүйреп кетеді ме деген қорқыныш. Жерді қанша сипаса да тас табылар емес. Тез есін жиып, айдың жарығымен жан-жағына қарады. Өзінен 3-4 метр жердегі тасқа көз түсті. Жалма-жан тасталып, қасқырдың басына қайта ұрды. Қапа қасқа екі құлағын қайшылап тұрған орнынан қозғалар емес. Қасқырдың өлгеніне енді көзі жетті. Атының ақылдылығына таңғалған Нүсіпхан жалынан сипады. Басқа ат болып үркіп кетсе қайтер едім деп ойлайды. Жылқы жануар текті мал ғой, деп күбірлеп сөйлеп жүр. Атының айылын тартып, ақ жазық қайдасың деп ауылға жүріп кетті. Жолда келе жатып, бағана аттың қай жағына түскен есіне түсіре алмады. Қанша ойланса да есіне түсер емес. Әй, жан тәтті ғой деп басын шайқады да үйреншікті әдетінше әнге басты. Әңгіменің соңы.